Әбілғайыр ханның қазасынан кейін оның ұлысында бірлік жоғалды. Билік әлсіреп, далада тұрақсыздық басталды. Тақ үшін басталған күрес елді одан әрі әлсіретті. Бірлік жоғалып, әркім өз билігін орнатуға тырысты. Тұрақсыздықтан қажыған халық бейбіт өмірді таңдады. Олар енді жанжалдан алыс болуды қалады. Осылайша түрлі рулар Керей мен Жәнібекке қарай бет ала бастады. Көшіп келген рулар Керей мен Жәнібек ордасына жиналды. Бұл жер тұрақтылықтың белгісіне айналды. Ордада тәртіп орнап, басқару жүйесі қалыптаса бастады. Ел бір орталыққа бағына түсті. Ру ақсақалдары ортақ кеңеске жиналды. Маңызды шешімдер бірлесе қабылданды. Көшіп-қону реттеліп, әр рудың өз орны айқындалды. Тәртіп орнап, елдің тіршілігі қалыпқа түсті. Орда қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Бұл елдің беріктігін арттырды. Керей мен Жәнібек ел басқарудың негізгі тірегіне айналды. Халық олардың билігін мойындады. Керей мен Жәнібекке жиналған халықтың саны артты. Бірлік күшейіп, жаңа одақ айқындала түсті. Қазақ рулары өз қонысын айқындай бастады. Дала енді олардың тірек жеріне айналды. Керей хан ел басқаруды іс жүзінде қолға алды. Билік бір орталыққа бағынды. Жәнібек хандықтың ішкі бірлігін сақтады. Ол ел арасындағы келісім мен тұрақтылықты нығайтты. Осылайша қазақ руларының бірлігі нығайды. Хандық біртіндеп қалыптасып, тұрақты мемлекетке айналды. Сырттай далада тыныштық орнағандай еді. Алайда алдағы қауіптің белгісі сезіле бастады. Осылайша қазақ хандығы дербес мемлекет ретінде қалыптасты. Алда да қонысты қайтару жолындағы үлкен күрес күтіп тұрды.